сабақ үлгеріміміз жасырмаймын енді. Сәл нашарлады. Шашып келіп үйге қоятындай жағдайда болды осы. Ертеңгі тағдырыңа жоқ. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бізде жаңа бастама. Мектеп каст подкаст айдарының тұсаукесерін жасап отырмыз. Бұл алаңда қызықты ойлар мен пайдалы пікірлер айтылатын болады. Бүгінгі біздің Мектеп каст подкастының арнайы және алғашқы қонағы облыстық мәслихат депутаты, өңіріміздің өркендеуіне өз үлесін қосып жүрген азамат Сарбасов Нұржбек Жұмабекұлы. Нұржбек Жұмабекұлы, уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп отырғаныңызға көп рахмет. Өздеріңізге де шақырып, қонақ ретінде көңіл бөліп, осындай бізді елге, жерге қызмет жасап жатсыздар деп шақырып жатқандарыңызға, елеп жатқандарыңызға сіздерге. Нұржбек Жұмабекұлы, алдымен сіздің балалық шағыңызға үңілсек. Бала Наурызбек, оқушы Наурызбек және студент Наурызбек қандай еді? Әрине, ең бірінші біз балалық шақ деген кезде мен осы Ембі қаласында өзім дүниеге келдім. Ембі қаласындағы номер 4-ші мектепте алғашқы білімімді алдым. 4-ші мектепті өздеріңіз білесіздер. Шағын ғана ол кезде 9 жылдық мектеп, қазір 11 жылдық мектеп ретінде білетін шығарсыздар. Қазір ол кезде бізде шағын ғана 9 жылдық мектеп, сол жерде 9 жылдық білім алып, одан кейін қалаға колледжге оқуға түсіп, сол жақта білім алып, кейін университетте жоғары оқу орнында білім алып, отбасын құрып, сондай өтті. Енді бала кезіндегі қандай еді дегенде, негізгі оқу үлгерімді сұрағыңыз келіп отырса, мен өзім 6-7 сыныптарға дейін өте жақсы деген бағамен оқыдым. Кейін 7-8, яғни жоғары сыныптарға келген кезде, енді біздердің балалықтан бозбалалық шаққа қарай өткен шағымыз шығар, сабақ үлгеріміміз жасырмаймын енді. Сәл нашарлады, 3-тікті алған көтеріміз болды. Бірақ сабақ үлгеріміміз, тәртібімізді барынша ұстауға тырыстық. Оған енді ең бірінші біздің өзімнің әкеме үлкен рахмет айтқым келеді. Біздерді тәртіпке және уақытымызды тиімді пайдаландырып, ешқандай біздерге бос уақыт берген жоқ. Соның арқасында деп ойлаймын, қандай да бір жетістікке жетсек, бүгінгі таңда сол тәртіптің арқасында, әкеміздің талабының арқасында деп толық сеніммен айта аламын. Яғни бала кезімде сабақтан кейін мені осы еңбекке баулу үшін шығар деп ойлаймын. Әкеміздің мал ұстамағанбыз негізі. Мен өзім сол 2-3 сыныпқа көшкеннен бастап мал ұстапты. Соны сол малдың қарау, бағу, азығын беру, тазалау деген сияқты барлығы менің мойнымда. Одан бөлек спорттық үйірмелерге қатыстырды. Қысқасы таң атқаннан кешке дейін балалық шағымда көп ойнап қойдым. Бос уақытым деп айта аламын. Жақсы, рахмет. Ал енді менің келесі сұрағым келіп отқаны, біз мектеп оқушыларынан арман мақсаттарын сұрасақ, көп балалар негізінен жаңағы президент, басшы, депутат боламын деп басшылыққа созылатын сұрас. Бірақ оның қандай қиыншылығы бар екенін біз білмейміз. Соны сіз ашып айтсаңыз, сіз депутат ретінде бір күнде қандай жұмыстар атқарасыз? Енді депутат ретінде бір күндік жұмысымды айтатын болсам, мен бір күндік емес, бір апталық жұмысымды айтқаным дұрыс болады шығар деп ойлаймын. Себебі мен бірінші депутаттықтан бұрын әкеме баламын, балама әкемін, жолдасыма жарымын, кәсіпкерім. Содан кейін бар депутат болушы керек.
себебі депутаттыққа келгеніме осымен оның алдында 2 жылдың шамасы аудандық мәслихатта болдым. Міне облыстық мәслихаттан 3 жылға қарай міне аяқ бастық. Бас аяғы 5 жыл болатын болса, оның алдында енді қоғамдық жұмыстармен айналысқанымыз бар. Бір 2018-ден бастап қараған кезде 7 жылдың ғана шамасы осы қоғамдық жұмыстармен айналысып келеді. Оның ішінде аудандық мәслихат, облыстық мәслихат әр кездесуінде, халықпен кездесуінде оны айтып жүремін. Себебі бірі білсе, бірі білмей жатады. Мәслихат депутат дегеннің өзі қоғамдық жұмыс. Яғни бұған нақты белгілі бір қаржы төленбейді, жалақы төленбейді. Сол себепті бұл қоғамдық жұмысты ең бірінші шыны керек отбасының, не болмаса күнделікті күнкөрісіміздің қаржы мәселесін шешкеннен кейін бос уақытында өзіміздің осы елге, жерге қызмет етейік, қолымыздан келгенше пайдамыз тисін деген ниетпен айналысамыз. Сол себепті нақты бір таңертеңнен күн таң атқаннан кешкі батқанға дейін осы депутаттық жұмыспен айналысып жүрмеймін. Себебі оған арнайы бөлініп қойған бізге бір көлікті, басқасын айтпағанда бөлмеміз, кабинетіміз, ондай жаңағы не болмаса 8 сағат ауысмай бір жерде отыру керексің кабинетте, ондай талап жоқ. Бірақ біздерде аптасына 2 күн, 3 күн, кейде дүйсенбіден жұма күнге дейін бізде комиссия отырыстары болады. Ол жерде комиссия отырыстары, мысалға мәселелер осы ай мынау басталғалы, айдан бастап айдың аяғына дейін біздерде 3 жылдық бюджетті бекітіп жатырмыз. 3 жылдық өңіріміздің, облыстағы барлық басқармалардың, әр саланың, бұл әртүрлі басқармалары бар. Білім басқармасы мысалға сіздерге қатысты, денсаулық басқармасы, құрылыс басқармасы, тағысын көп деген қаржы басқармасы дейді. Солардың есептерін тыңдаймыз. Ол жерде 3 жылдық бюджеттің жоспарлайды. Сол комиссиялар отырыстарына қатысамыз, және сосын сол жерде өзіміздің өңірімізге қатысты, өзіміздің ауданымызға қатысты айтсақ, шешілу керек, қайсысы кезек күттірмейді, қайсысы бүгінгі таңда өзекті болып тұр деген мәселелерді көтереміз. Одан қалды әлеуметтік желіде біздің тұрғындарымыз хабарласады, осындай мәселелерді айтады. Одан кейін өзіміз ел жерде ауылдарды аралаған кезде, жаңа кездескен кезде өзіміздің жолығатын мәселелеріміз бар. Сондай сынды мәселелердің барлығын көтеріп, басқармаларға осындай шешу керек, немесе соған көңіл бөлу керек, жоспарға қаржы салу керек, есеп қою керек деп сондай мәселелерді көтереміз. Яғни бірінші енді жаңағы депутаттық жұмысымыз деген кезде шамамен енді осындай нелер болып бір нақты бір қатқан бір жоспармен жүремін деп айта алмаймын, шыны керек. Себебі депутаттық жұмыстың өзі сондай да, әр кезде қандай бір мәселе туындап қалады, сол туындаған мәселеніңге қарай біздер жұмыстана береміз. Одан бөлек жаңағы өзімнің кәсібімнің жұмыстары бар, кәсіптің де жұмысы сондай нақты. Әрине негізгі бөлігі жоспарланады, ал кейбір тұстары біздің жоспарымыздан тыс шығып қалатын, форс-мажор деп айтады. Сондай жағдайларда болады. Айналыса береміз. Одан қалды мен жаңа айтып тұрмын, енді отбасымыз бар. Отбасына байланысты тума-туыстың қонаққа бару деген сияқты, ол да тума-туыспен себебі жұмыс басты болуы бір бөлек. Әрине жұмысқа жауапкершілікпен қараймыз, бірақ одан да бөлек отбасына көңіл бөлу деген тұстарды да қолдан келгенше тыс қалдырмауға тырысамыз. Ол мысалға мәселен балалармен аптасына 1 рет болса да өзім балаларымызбен отбасымызбен киноға тырысамыз. Мысалға сондай сияқты әңгімелесіп, сол кезде киноға барғандағы мақсат не сөйлеу, бірге әңгімелесіп отырып, бірге тамақтану бастап. Сондай жағдайлар болады. Сосын негізгі ал енді таңертеңгі біздің неміз бірінші, мен енді өзім үйдің кенжесімін, кішкентайымын, әке-шешеммен бірге бір үйде тұрамыз. Таңертеңгісін мысалға оның барлығы негізі күніміз сол таңертеңгі таңғы шайдан, таңғы астан басталады. Міндетті түрде біздің үйде тәртіп, әкеміздің таңғы аста бірге отырып
таңғы ас ішу. Сол жерде өзіміздің кешегі өткен күніміз туралы, одан кейін бүгінгі күнге жоспарымыз туралы жоспарларымызды бөлісеміз. Бұның барлығы енді жай бір таңғы ас ішу сияқты, бірақ бұл өзіміздің отбасыда әкеміздің ойнатқан тәртібі. Бір дастархан басында отырып таңымызды, одан кейін енді түс мезгілінде, кешкі мезгілдерде кейде жаңағы шаруаларымызбен кейде болмай қалып жатамыз. Сол себепті бірақ таңғы аста міндетті түрде болуға тырысамыз. Енді қысқаша осындай бір күніміз солай басталады. Сонымен бір апталық жаңа депутаттық жұмыстың іші, жұмысымыз, қызметіміз соның ішінде өз кезегімен жүріп жатады. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Келесі сұрағым, депутат болу қиын ба? Оның ең жауапты сәттері қандай? Енді әрине бұл жерде қиын немесе оңай деп жауап беру дұрыс болмас. Себебі әр қызметтің, әр мамандықтың өзінің қиындығы да болады, қиын тұстары да, әрине өзінің қызық тұстары да болады. Қиын деген сөз, менің ойымша, қиын деңгейден қарағанда, қызық, адам егер қызығып өзінің ісін жақсы көретін болса, жақсы көріп айналысатын болса, негізі қиындық болмайды. Себебі ол қабылдап тұрды, өзінің осы іспен айналысуға. Дәл мысалға сіздер оқушысыздар, мұғалімдеріңіз бар. Мұғалімдеріңіз өзінің жұмысын шын сүйіп айналысатын болса, негізі ол өзінің сүйіп айналысқан жұмысынан шаршамайды негізі адам. Иә, әрине, жаңағы әкем айтады ғой, жастың шаршадым дегенде сенбейді, қарным ашты дегенде сенбейді. Қарны ашуы мүмкін, бірақ шаршамайды. Бірақ енді бұл жердегі басты ой, өзінің сүйіп айналысқан жұмыстан адам негізі шаршамайды деп айтады. Мен әкеміздің ол сөзімен келісемін. Мен енді бір қиналып қаламын деп айтпай қояйын, әрине, өзімді қиындық. Бірақ бұл жердегі ең бірінші алған, мойнына алған жауапкершілік, сол жауапкершілікке сезіну және сол жауапкершілік аясында жұмысын атқару. Себебі біз енді депутат болғаннан кейін біздің қоғамда әр сөзіміз, әр ісіміз шыны керек бағулы, қаралып отырады. Мысалға, міне сіздердің подкасттарыңызға келіп отырмыз. Бұл жерде де менің айтқан сөзімді кем дегенде сіздің мектептеріңіздегі оқушылар тыңдайды, солай ғой? Сол себепті менің сөзім бір оқушыға болса да рухани, мәдени, жалпы бір тәрбиелік мәні болу керек. Солай ғой? Сондай сіздерді мысалға бізді подкаст студияға шақырып отырғанымыздың өзі бізді бір белгілі бір жетістікке жетті, қоғамда орны бар деп солай шақырып отырсыздар ғой. Сол себепті мен мысалға бұл жерге келіп қисынсыз жаңағы жеңіл бір әңгімені айтып отырсам да бір ыңғайсыз естіледі, солай ғой сіздерге. Сол сияқты мен енді бір сөзбен айтқан кезде әр сөзіміз біздің бағулы, соны енді қиынды біреулер енді соны да сіздерге қиын ғой деп айтады. Бірақ енді ол негізі адам өзін сол іспен айналысқан кезде, сүйіп айналысқан кезде сол күнделікті өміріне айналу керек. Күнделікті өміріне айналып, күнделікті жаңағы үйреншікті іс-әрекет болған кезде барлығы да оңайлана түседі. Абай атамыз көрмеген істің бәрі көз дейді. Кез келген затты бірінші айналысасыз, көресіздер. Міне мысалға сіздер подкаст студияны ашып жатсыздар, алғашқы қонағым деп жатсыздар, тұсаукесер деп жатсыздар. Әрине бәрі керемет. Бірақ енді бірінші мысалға подкаст болғаннан кейін, әрине сіздерде де қобалжу болуы мүмкін. Ол орынсыз. Кез келген іс барлығы да солай басталуы мүмкін, кемшіліктер болып қалуы мүмкін, өздеріңіз солай қабылдауы мүмкінсіздер. Бірақ енді мен сіздерге ең бірінші осындай бағдарлама ашып, осыны талпынып жатқандарыңызға негізі мен білем, мектепке міндетті түрде подкаст студия ашу міндетті деген талап жоқ сіздерге. Бірақ бұл сіздердің мұғалімдеріңіздің, өздеріңіздің жасампаздықтарыңыз, жаңалыққа деген ұмтылып жатқандарыңыз деп түсінемін. Сіздерді шақыртуларыңызды да қабыл алғаным бір себебі сол.
негізі алдыға ұмтылып бір затқа қол жеткіземін деп ұмтылып жатқан кез келген адамға қолдау көрсету керек деп ойлаймын. Өйстіп сіздердің де алдағы уақытта мүмкін қайда білесіздер, бәлкім үлкен бір керемет подкаст елімізде жаңағы барлық ел тыңдайтын, қазақ елі тіпті әлем тыңдайтын үлкен подкаст студия осы жерден бастау алатын шығар. Оны ешкім білмейді. Сол себепті сіздерге де көп рахмет. Жауапкершілік негізі әр жаққа қарай өздеріңіз ұмтылып жақсы зат істермен айналысамыз деген кезде негізі сіздердің де осы істеріңізге өзі бәрі жетіп келтіре береді деп ойлаймын. Жетіп келе береді. Жақсы. Келесі мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Өз өңіріміздегі өзекті мәселелердің бірі қандай? Және оны шешу жолында қандай жұмыстар жоспарланып жатыр? Түсінікті. Енді бұл жерде біздің өңірімізден мына мәселе ғана өзекті деп айту қиын. Мәселе өте көп. Өздеріңіз білесіздер. Бұл енді өзіміздің өңірімізде деп отырғаныңыз сіз облыс деңгейінде айтып отырсыз ба? Әлде қаламыз деңгейінде айтып отырсыз ба? Қаламыз. Аудан деңгейінде. Иә, жақсы. Қаламыздың деңгейінде мәселе өте көп шынымен. Ол жол мәселесі болуы мүмкін, ол білім саласында, ол медицина саласындағы мәселе көп. Оның барлығы шынымен мына өзекті біз үшін. Оның ішінде осы сіздердің енді мектептің қабырғасына келіп отырғаннан кейін, мектептің ғимаратында отырғаннан кейін білім саласының мәселелерін айта беремін. Мысалы, мәселен, біз білім саласындағы негізгі президенттің де облыс өңір басшысының, облыс әкімінің де қойып отырған ең алғашқы талаптары бұл сапалы білім беру, яғни сіздерге жағдай жасау. Әрине сосын жаңағы ғимараттың жарықтығы, тазалығы деген сияқты сынды оның заманауилығы ең бірінші күн тәртібінде тұрған мәселелердің бірі. Мысалға, оған дәлел ретінде мен өзім кездесулерінде де халықпен кездесуде айтып жүремін. Біздің облыстың бюджетінің 60%, өзі 100% бюджет болатын болса, қаншама басқарма бар бізде 10-ның үстінде басқарма бар. Мысалы, соның бәрінің тек қана осы білім саласына 60% соның шығынды қаржысы осы білім саласына қойып отыр. Ол жаңадан мектеп ғимараттарын салу, заманауи, немесе бар ғимараттарды күрделі жөндеуден өткізу, мұғалімдердің жалақысы, мектептердің жылуын қамтамасыз ету, жарығын қамтамасыз ету деген сияқты осындай заттардың барлығы біздің өңіріміздің 60% қаржысы білім саласына. Сіздерге мысалға үйден әке-шешелеріңіз киімдеріңізді таза қылып, үтіктеп, жуып дегендей тамақтарыңызды тоқ қылып мектепке жібереді. Одан кейін мемлекеттің мойнындағы зат сіздерге мектеп ғимаратын береді, ол жерге ұстаздарды береді, ұстаздарға жалақы төлейді, яғни жағдай жасау керек мұғалімдерге. Сол себепті сіздерге оның барлығы айналып келген кезде не үшін? Сіздердің сапалы білімдер алуларыңыз үшін. Енді жаңа сіздің оның алдындағы сұрағыңызда жауапкершілік туралы мен айтты, жауап бердім, оған қиын тұсы қандай деген сияқты. Біздерде мысалы біздің жауапкершілігіміз, депутат ретінде біздің ел алдындағы жауапкершілігіміз осы тұрғындардың жасаған сенімі, артқан сенімін ақтау. Ол біз осы жердегі мәселелердің көтеріп, олардың оң шешілуіне қызмет ету болса, сіздердікі осы тұста. Сіздерде де үлкен жауапкершілік бар, білесіздер ғой? Осында барлығы ең бірінші әке-шешелеріңіздің үміті, сіздерге барлық жағдайын жасап, тапқан табысының бір бөлігін сіздерге киім алып беріп, тамақтарыңызды істеп, барлық жағдайларыңызды жасап, үйлеріңіздің жылы болуына, сабақ оқуға мүмкіндік болуға деген сияқты жағдай жасап отырса, мемлекет жаңағыдай мектеп саласында сіздерде енді тек білім алу керек. Өкінішке қарай, кей жағдайларда, кей оқушыларымыз осы жасалған жағдайдың өзінде білім алғысы келмей жататын оқушыларымыз бар. Бұл әрине өкінішті. Бұл сіздердің қазіргі осы уақыттарыңыз ертең біздер сияқты үлкен өмірге қосылған кезде мен жаңа айттым, сіздер
бір күндік сіз қазір мысалға айтсаңыз, бір күндік сіз таңертеңнен кешке дейін айтып берер едіңіз. Мен таңертең тұрамын, киінемін, тамағымды ішемін, сосын мектепке барамын, түске дейін мектепте боламын, түстен кейін үйірмеге барамын, үйірмеден кейін сабағымды оқимын, тағы деген сияқты сіз айтып берер едіңіз. Ал үлкен өмірде оның үстіне қосады, сіз ақша табу керексіз, одан бөлек қосымша, одан бөлек өзіңіз сияқты балаларыңыз болады, оларға көңіл бөлу керексің, одан кейін әке-шешең болады, олардың жағдайын көру керексің. Соның бәрін сөйтіп айналып келген кезде қазір біздерге оқуға, мысалға сіздер сияқты бізде уақыт аз. Бірақ оған қарамастан біз қолымыздан келгенше енді өзіміздің білімімізді жетілдіруге тырысамыз, әдейі кітаптар оқу деген сияқты. Жаңа мен айтып жатырмын, мына подкаст студиясында сіздер өте жақсы ойлап тапқансыздар, себебі өзім подкасттарды өзімді жетілдім. Әртүрлі жақсы ойлар айтылады себебі ол жерде. Оның барлығы ақпарат, білім. Сол сияқты жауапкершілік сондай бар. Енді жаңағы сіздің сұрағыңызға жауап бере алдым деп ойлаймын. Мысалға білім саласында көптеген мысалға біздегі Ембі қаласындағы 4-ші мектептің ғимараты күрделі жөндеуден өтіп жатыр мысалы. Негізі ол күрделі жөндеу 27-28 жылдарға жоспарда тұр еді. Осы биыл жылдың басында. Біздер оның алдында мен айттым, ол мектепте өзім оқыдым, оқыған кезде біздер басқа ғимаратта болдық, 4-9 жылдық болды, мынау жаңадан ғимарат. Мен бір мектеп сол әкімшілікті шақырып барған кезінде қыс мезгілі болған, сол жерде оқушылар өздері сияқты сырт киіммен отырып сабақ оқыды. Ғимарат салқын болды. Содан кейін біздер не істедік? Біздер мәслихатта осыны жеткіздік. Білім басқармасына, білім бөлімі, бірінші білім бөліміне бұндай жағдай жасалмау керек. Біз оқушыларымыз жылы жерде білім алу керек. Көтеріліп, қысқасы 27-28 жылдарға қарай жоспарланған күрделі жөндеу биылғы 25 жылда амандық болса, осы жылдың аяғына дейін аяқталу керек. Ол да 100 жыл болса да, 200 жыл болса, себебі оқушыларымыздың бір күн болса да тоңбай жылы отырып сапалы білім алғаны біз үшін маңызды. Одан бөлек өзіңіз 3-ші мектептің ғимараты жаңадан салынды. Ол да жаңа осы білім саласына құйылып жатқан қаражаттың инвестицияның көрінісі. Қазір қандай кереметтей ғимарат салып, оның ішінде балаларымыз оқып жатыр. Себебі заманның өзінің талабына сай үй ішінде мектептің бөлмелері жылы, жарық деген сияқты. Одан бөлек 7-ші мектеп. Оның спорт залы неше жылдан бері біздерде осы күрделі мәселелердің бірі болып келе жатқан спорт ғимараты алаңы жоқ болды. Оның да осы әрине мен оның барлығын мен өзім шешіп жатыр екенмін деген сөз емес әрине. Бұл бірлескен ауыз бірліктің арқасында шешілетін заттар ғой. Бұл біз бірақ соның ішінде бір жеткізуге, айтуға кішкентай болса да ықпалымыз тиді деп ойлаймыз. Көтердік бұл мәселені. Оның қазір қаражаты бөлінгеннен кейін оның дұрыс жасалынуы бар, оны қадағалау керек. Ол да жалпы біздің міндеттеріміздің бірі. Осы жаңа 7-ші мектепті жаңа айтып жатыр. Одан бөлек тек қана кеше өзімнің әлеуметтік желіде, Инстаграм парақшамда да осы 7-ші мектептің спорт залының жағдайын көтеріп басқармамен бар, құрылыс басқармасымен сөйлесіп, жағдайды жеткізіп, бұл жердегі орын дұрыстап жасалыну керек, орын толықтыру керек, олқылықтарды да бар көрсеттік. Нәтижесінде бір келісімге келіп, бір түсінікке келіп, ол жерінде қазір спорт залы қазір салынып жатыр. Одан бөлек қасына спорт алаңдар, сыртта балалар ойнайды. Футбол алаңы, волейбол алаңы деген сияқты қосымша салғыздық. Яғни солай сияқты бұл енді жаңағы мен айтып отырған өңіріміздің 60% қаражаты осы білім саласына бөлініп жатыр десек, міне сол бөлініп жатқан қаражаттардың көрінісі. Жаңадан мектеп салыну, күрделі жөндеуден өткізу, қосымша жаңағы спорт ғимаратының бөліп салынуы деген сияқты. Бұл енді бір ғана тек білім саласына. Жалпы мұның барлығын айта беретін болсақ, бізде өте мәселе көп, жаңадан айтып жатқан. Атқарылу керек мәселелер де көп, атқарылып жатқан жұмыстар да жоқ емес. Жалпы сіздің сұрағыңызға осындай жауап деп айтсам болады. Жауабыңыз керемет. Келесі сұраққа кезек берсек,
жасөспірімдер мәселесінде, оқушылар мәселесінде, жалпы білім саласындағы мәселелерді тыңдағанда ең көп қай тақырып қозғалады? Мен енді ең көп мен осындай сұрақтарды мен мысалға сіздерге қойғым келеді шын мәнінде. Себебі сіздердің көзқарастарыңыз қандай? Жалпы білім саласында қандай олқылықтар бар? Біздер қай мәселеге қарай көңіл бөлгеніміз дұрыс деп мысалға қояр едім. Себебі көбінесе енді оқушыларымыз біздерге кездесеміз, ол кезде біздер сол оқушыларымыздан сұрауға тырысамыз. Сіздерге не жетіспейді қазір? Сіздерді не алады? Сіздердің қазір білім алуларыңызға қандай кедергілер бар? Бар ма жалпы? Деген сияқты заттарды біз қоямыз. Көп жағдайда біздерге мына сіздердің қарап отырып мектептеріңіз өте жақсы, күрделі жөндеуден өтті, іші жарық, жылы, кей мектептерде болды. Біз кейбір ауылдық жердегі мектептерге барған кезде оқушылардың да мұғалімдердің де бірінші жаңа күрделі жөндеуден әлі өтпеген ғимараттар, нашарлау мектептерімізде өкінішке қарай бізде бар. Солар біздерге мысалға мектебімізге күрделі жөндеу өтсе екен, іші жылы болса екен, бір негізгі талаптар мысалға енді жылы болу керек, жарық болу керек деген сияқты біздерге заман талаптарына сай жаңағы оқу әдістемелік кітаптары болса деген сияқты, тағы да басқа деген сияқты. Одан бөлек қала оқушылары, студенттері, жастар жиналатын бір орын болса екен деп айтып жатады. Ол да қазір сұрақтары, талаптары енді тыс қалып жатқан жоқ, бағытта жұмыстанып жатырмыз. Жалпы сіз мысалы оқушы ретінде өзіңіз қалай ойлайсыз? Біздің білім саласына өзіңіз көзқарасыңыз қалай? Көңіліңіз тола ма? Әрине, сіздің жаңағыдай білім саласына істеп жатқан жұмыстарыңыз маған өте қатты ұнайды. Барлығы толығымен. Иә, енді демек сіздерге тек ендігі жауапкершілік сіздерде. Енді осыдан нәтиже шығар, болашақта үлкен білім алып, білімдеріңізді шыңдап, ертең жоғары оқу орнына түсіп, содан кейін оны бітіргеннен кейін отбасыларыңызды асырайтындай, одан қандай бір бастысы елге қызмет ететіндей мүмкіндікке жету керексіздер, дәреге жету керексіздер. Сіздерге себебі барлық жағдай қолымыздан келгенше жасалып жатырмыз. Бізді өзіміздің тарапымыздан, жалпы мемлекет тарапынан да негізі жауапкершілік барлығымызда ортақ деп ойлаймын. Жауапкершілікпен ғана адам өседі. Жауапкершіліктен алудан қашпау керек деп ойлаймын. Сол себепті білім саласындағы атқарып жатқан жұмыстар аз емес, бар. Алдағы уақытта да егер жаңағы осы подкастты тыңдап отырған оқушылар болатын болса, жалпы біздің замандастарымыз болатын болса, пікір қалдыруға болады, ұсыныстар жасауға болады. Біз әлеуметтік желіде Инстаграм парақшамызда уақытта ашық. Кешегіде қазір өзімнің посттарды жариялаған кезде денсаулық басқармасының денсаулық саласындағы мәселелерді көтергенімізде білім саласындағы мәселе астына комментарий жазыңыздар дейміз. Өздеріңіздің ұсыныстарыңыз болса, қандай мәселелеріңіз бар? Себебі кей заттарды мүмкін сіздер өзіңіздің назарыңыздан тыс қалдыруыңыздар мүмкін. Оның ішінде қазіргі өсіп келе жатқан жас жеткіншек сіздердің де пікірлеріңіз біз үшін маңызды. Себебі осы подкастта да сіз өзіңіздің ойыңызды айтып отырсаңызды бізге ешқандай нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Себебі тыңдап отырған біздің көрермендеріміз, оқырмандарымыз бұл жерде жатқан бір жақты біздің жаңа айтуымыз емес. Жас жеткіншек сіздердің де пікірлеріңіз қандай екенін білгені ол дұрыс деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Негізінен сіздің айтқаныңызбен толық келісемін. Сіздің білім саласына жұмыс істеп жатқаныңыз бізге қатты ұнайды, яғни барлығы толығымен керемет барлығы. Келесі сұрағым. Жалпы осы тұста қоғамда жасөспірімдер арасында белең орын алып тұрған нәрсе ол құқық бұзушылық. Сіз сол құқық бұзушылық туралы не айтасыз? Әрине бұл өзекті мәселелердің бірі бүгінгі таңда өкінішке қарай. Себебі біздің ерекше қабырғамызды қайыстыратын зат ол
бір оқушымыз, бір баламыз, бір ініміз бір бұзақылық жасауы мүмкін. Мүмкін емес, жалпы жасап жатқандар аз емес. Оның екі жақ төбелескен кезде біреуі мерт болады, екіншісі өкінішке қарай темір торға жағына барып жатыр. Ол әрине біздің қабырғамызды қайыстырады. Бұл өкінішті, себебі әр сол ана екі жолы жабылып тағдыры талқан болып жатқан екі тағдыр, екі сенім, екі ата-ананың екі жақтында біреуі өмірден озып, екіншісі темір жолдың ар жағына түсіп, болашаққа деген несі үміті түсіп кетеді ішіне. Ол ата-ананың да жұмыста. Сол себепті бұған өте біздер мұқият болу керек. Біз осы подкаст студияны пайдалана отырып, осы інілерімізге, қарындастарымызға қазірден бастап тәртіпті болуға, қазірден бастап болашақты ойлауға кеңес берер. Себебі бүгінгі жасаған қателік ол болашақта міндетті түрде алдарыңыздан шығады. Ата-аналарымызды көп жағдайда ата-анамыз бәріміз де бала болдық кейде ата-анамызға ренжіп жатамыз. Бізге тым қаталсыздар. Мен жаңа айттым, осы подкасттың басында мен әкеме алғыс айтар едім бастады ең бірінші. Себебі қандай да жетістікке жетсе сол кісінің арқасы. Сол кезде мысалға мен айтайын деп отырғаным, ренжитін едім. Әкем менің тым қатал. Маған бір көшеге шығуыма, жүруіме, бір қосымша бір боларақ бір ойнауыма мүмкіндік бермейді. Неге мен жұрттың бабы басқа мен құрдастарым жүреді, кейбір құрдастарым. Олардың әке-шешелері бір, оларды ерекшелік жақсы көреді, менікі жақсы көрмейтін сияқты болып түсінеді. Ал қазір мен алғыс айтып отырмын. Түсіндіңіз бе? Бұл жерде бұл әңгімені астары неде? Мен сол кезде мүмкін әке-шешем маған қаталдық көрсетпесе, талабын мықты қылмаса, мен бүгін қандай жетістікке жетсем де мүмкін жеткен болсам, сол мүмкіндікке жетпеуі мүмкін еді. Себебі бір жаңағы қадаған білетті жастың немесе бір жастықтың буымен бір қандай да бір қателік жасап алған болсам, ол менің жолымды жабады. Сол себепті ең бірінші бұл құқық бұзушылықтың алдында енді бір ғана ата-ананың немесе бір ғана полиция қызметкерлерінің немесе әкімшіліктің, мұғалімнің мәселесі деп айтпаймын. Ол жалпы қоғамның мәселесі. Ол сізге де, бізге де байланысты. Және ең бірінші кезекте сол жаңа құқық бұзушылықтың жасалып жатқан жас жеткіншекке жауапкершілік. Себебі әр адам өзінің тағдырына әсер етеді. Іс-әрекеті. Сіздің бүгінгі іс-әрекеті ертеңгі тағдырына жол. Сол себепті қазірден бастап, осы мектеп қабырғасынан бастап өздеріңізді тәртіпке қарай тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Ата-аналарыңызды түсіне білу керексіздер деп ойлаймын. Қаталдығында, себебі ешқандай ата-ана балаға жаман болсын. Керісінше бәрі жақсы болсын. Сол себепті мұны сөздің әр жағындағы ниетін түсіне білу керек. Сол кезде барлығы рет-ретімен орны жүріп деп ойлаймын. Бұзушылық бойынша енді осындай бар. Иә, рахмет. Келесі сұрағым мындай сұрақ. Қазіргі білім саласындағы балалардың қауіпсіздігін күшейтуге, қауіпсіз орта құруға қандай өзгерістер қажет деп ойлайсыз? Бұл енді білім саласында, мен жалпы өзіме білім саласының маманы болмасам да, бірақ енді жаңа айтып жатырмын. Оның алдындағы берген жауаптардың ішінде де білім саласына осы бюджет қаражатының 60% біздің өңірімізде осы білім саласына қойылып жатқанның өзі, осы жаңа мен айтқан балалардың сапалы білім алуы, қауіпсіздігі бірінші орында, мысалы оларға бір жағдай жасалуы керек. Осы бағытта атқарып жатқан жұмыс деп айтуға болады. Себебі сөзбен әртүрлі сөзбен айтудың орны бір бөлек, істің орны екінші бөлек. Екінші орында не тұрады. Сол себепті
бұл жерде нақты іске келетін болсақ, жаңағы қазір заманауи, мысалға әр бұрынғы біздің кезімізде ондай болған жоқ, мысалға бейнекамералар орнатылды мектептердің ішінде. Қазір мектептердің ішінде барлығы бейнекамера орнатылған. Кешегіде парламент мәжілісінде сол мәселені көтеріліп жатыр. Мектептерде учаскелік полиция мамандары, идеячектер идея мамандарының әр мектепте қайтадан бір бекітілуі. Қазір мысалға осы 2-3 жылдықтың шамасында, қателеспесем, оны алып тастаған болатын. Әр мектепте отырмайтындай. Қазір енді әр мектепте отыру керек деп онда болып жатыр. Қысқасы, осы балалардың қауіпсіздігін, сапалы білімін алуға мемлекет қазір қаржыны аяп жатқан жоқ. Алақан бағдарламасының өзі мысалға мектепке қай уақытта кірді, қай уақытта шықты, барлығын енгізудің өзі барлығы бұл істердің артында не жатыр? Оқушыларымыздың қауіпсіздігі жатыр. Себебі балаларымызды не үшін біз бақылауға тырысамыз? Ата-аналар не үшін бақылауға тырысамыз келеді? Барлығы сіздердің қауіпсіздіктеріңізге қорқады. Қазір әртүрлі жағдайлар болып жатыр өздеріңіз. Мысалға әлеуметтік желіде қазір телеарналарда, жаңалықтарда қазір айтып жатыр, неше түрлі сондай жаңалықтарды естіген кезде шыны керек қабырғамыз қайысып кетеді. Сол жағынан бұл мемлекет тарапынан атқарып жатқан жұмыстар ретінде айтуға болады. Жақсы, жауабыңызға көп рахмет. Келесі сұрақ мынандай болып тұр. Яғни қазіргі жасөспірімдер неліктен тез ақпараттарға сеніп қалады? Біз неден сақ болуымыз керек? Енді бұл жерде тек қана жастарымыз емес, қазір үлкен адамдарымыздың өзі алаяқтардың арбауына түсіп қалып жатыр. Сіз енді сұрағыңыз келіп отырған сол шығар, алаяқтардың қазір кейбір шабуылдар өте көп. Үлкен, оның ішінде жасөспірімдерден қарағанда үлкен зейнеткер біздің ата-әжелеріміз алданып қалып жатыр. Жалғыз алып жинақтаған осы зейнеткерлік қаржыларынан түскен қаржыларынан алданып қалып жатыр. Кешегіде біздер бұл республика деңгейінде, кәдімгі бұл республика деңгейінде емес, әлем бойынша солай болып кетті қазір. Алаяқтардың қазіргі әртүрлі жаңағы схемаларды пайдаланып, жаңағы адамдарды сендіріп, тіпті видео звоноктар арқылы, хабарласу арқылы өздерін КНБ қызметкері ретінде таныстырып, немесе басқа полиция қызметкерлері ретінде таныстырып, алдап арбауына түсіп қалып жатқан. Сол себепті қазір жасанды интеллект дамып жатыр. Жасанды интеллектпен тіпті адамның бет бейнесімен, мысалы, қазір қалай сөйлеп отырмын, мен сөйлеген кейін менің дауысымды, бет әлпетімді бәрі келтіріп, қазір жасап қойып жатыр, мысалы. Сол себепті ең бірінші ол заттардың енді барлығына мұқият болуымыз керек. Оның ішінде де жастар, сіздер қазір әлеуметтік желімен қалай жұмыстану керек, оның ішінде жасанды интеллектпен президенттің өзінің кешегі соңғы жолдауын тыңдасаңыз, мысалға сол жақта айтып жатыр, жасанды интеллектті біз дамытуымыз керекпіз, біз оған көңіл бөлу керекпіз, біз онымен қалай дұрыс пайдалану керекпіз, соған көңіл бөлу керекпіз деп жатыр да. Біз сол себебі біздер қазір жасанды интеллектті пайдалану деңгейіміз ChatGPT-де сұрақ қойып, сол сұрағымызға жауап алумен шектеліп жатырмыз. Бірақ ол жасанды интеллектпен ол тек қана ол емес, жасанды интеллекттің ауқымы негізі мүмкіндігі өте көп. Осы мүмкіндіктердің барлығын пайдаланып, оны мемлекеттік жүйеге енгізу туралы тапсырма беріп жатыр қазір. Бірақ осы енгізіліп жатқан жаңа технологиялардың кейбір осындай теріс бағытта да пайдаланып кетіп жатыр. Өкінішке қарай осындай жаңағы алаяқтар. Сол себепті қазір барлық ақпараттардың барлығына мұқият болуымыз керекпіз. Ақпаратты кез келген жаңағы алған кезде қазір әлеуметтік желіде Инстаграм парақшада әр жерден көрген ақпараттарға мысалы толық сене беруімізге болмайды. Оны барлығын тексеру керекпіз. Барлығын мысалға қазір телефон номерлерді қазір беріп жатыр, банкілерді өздері айтып жатыр қазір осы алаяқтардан қорғануға қандай қорғануға болатыны туралы. Келген кісіміз кодтарды айтпаңыздар деп жатыр. Енді бір сөзбен айтқанда мұқият болуымыз керек. Біз барлық оның әр жағдайды айтып тізіп шығу мүмкін емес. Бірақ ақылға
оңбайтын заттардың барлығын біз байқау керекпіз. Ақыл сенбей сенбеңіз деп жаңағы айтатын абай атамыздың сөзі бар ғой, сол сияқты ақыл сенбей кез келген затқа сене беруімізге болмайды. Сенгіштіктен өкінішке қарай біздің қазақтың болмысы жалпы адамға сену, лебізге сенбеген мұсылман емес деп те айтып жатады ислам дінде мысалға. Сол сияқты бірақ қазіргі біздің қоғамда ол сөздерге біз жұмыс істемей қалып жатыр да. Алаяқтардың кейбір іс-әрекеттері осындай өкінішке қарай адамдарды бір-біріне сенуден қалдырып жатыр. Сөйтіп мұқият болыңыздар ақпараттарға. Иә, өте дұрыс айтасыз, сізбен толықтай келісемін. Келесі сұрағым, мектептердің білім сапасын арттыру мақсатында қандай жұмыстар жоспарланып жатыр? Енді бұл сұрағымызда жаңа оның алдында сұрақтарыңыздың жауап беру кезінде жауап беріп кеткен сияқты. Жаңа айтып жатырмын, ең бірінші қандай мысалға осы қаламыздың деңгейінде болатын болса, жаңа 4-ші мектептегі ғимараттарды жөндеу деген сияқты, 7-ші мектептегі спорт залының салынуы, одан да бөлек осы білім саласына жасалып жатқан мұғалімдердің білім сапасын қазір кәсіби біліктілігін арттыру деген сияқты. Себебі өздеріңіз білесіздер, мұғалімдердің өзі жылына бір рет, 2 жылда бір рет, кей жерлерде өздерінің белгіленген уақыттарында бар кәсіби біліктіліктерін арттырып беріп жатыр. Сіздер мысалы мұғалімдеріңізден болатын шығар, сабақ беретін кезде мұғалімдеріңіз оқуға кетіп қалып жатқанын естіп қалып жататын шығарсыздар. Сол себепті білімнің өзі сондай, әр кез толықтырып отыруды талап етеді. Сол сияқты бұның барлығы не үшін жасалып жатыр? Айналып келген кезде жаңағы манағы сіздердің осы подкасттың ортасында қойған сұрағыңызға жауап ретінде айттым. Сіздердің сапалы білім алуларыңыз үшін, заманауи талаптарға сай білім алуларыңыз үшін сіздерге осы білімнің нәрін сусындатып отырған мұғалімдеріңіздің өздерінің біліктіліктерін, кәсіби біліктіліктерін, сауаттылықтарын дамытып отыруы тиіс. Және де өздері дамығаннан кейін сол үйренген білгендерін сіздерге үйретіп жатыр. Осындай бағыттарды қосымша қылып айтуға болады. Бізге мектеп оқушыларына бір кеңес берсеңіз, және ол кеңес қандай болар еді? Бір ғана кеңесім, сіздерге жасалып тұрған мүмкіндіктерді пайдаланып білім алыңыздар. Ең бірінші кеңесім. Екінші кеңесім, ата-аналарыңыздың айтқан сын пікірлерін, ескертулерін дұрыс ақылмен түсініңіздер. Себебі сізге мана өзім подкасттың басында да айттым, ешқандай кез келген ата-ана өзінің баласына жаман болмайды. Тек қана жақсы болсын деп. Сол себепті бірақ өкінішке қарай біздер, мен жаңа өзім айтып отырдым, мен өзім әкемнің бір қатты қарайтын сияқты көрдім да, өзім солай санап ренжіген тұстарында болды. Қазір мен ол сол ойыма қазір мен ұялым. Сол себепті сіздер біздің жасаған сондай дұрыс пайымдамаған пікірлерімізді қайталамаңыздар. Бірінші, сіздерге барлық мүмкіндік жасалып жатыр деп ойлаймын. Немесе сіздерде қандай мүмкіндік көңіліңіз толмайды, көңілдер толмайды. Оны айтыңыздар. Қазір барлық тіпті мемлекет тарапынан да қазір ашықтық барлық жерде айтылып жатыр. Ұсыныстар беруге болады, мұғалімдерімізге ұсыныстар беруге болады. Қазір ашықтықты алып отыр. Әкімдердің өзі әр мысалға қазір арнайы кездесулер жиі айтып жатыр. Әлеуметтік желіде тіпті қазір барып жүрудің қажет жоқ. Қазір бізге мына смартфон, интернеттердің мүмкіндік беруі соншалықты біз үйде отырып өзіміздің қалаған керек ақпаратымызды ала аламыз және қойғымыз келген сұрақты қоя аламыз. Сол себепті барлық заттарды толық мүмкіндігінше қолдану керек. Және қазір заманның талабына сай, заман талап етіп тұр, жасанды интеллект біздің өмірімізге еніп жатыр. Жасанды интеллектті барынша тереңірек ұғынып, түсініп, оны зерттеуге тырысу керекпіз. Және оны толық пайдалану керекпіз мүмкіндіктер. Арзыбек Жұмабекұлы,
студиямызға келіп, ашық сұхбат бергеніңіз үшін көп рахмет. Біздің осы мектеп кас подкастымыздың атынан сізге берер сыйымыз. Рахмет. Сіздерге де бұл енді келіп, жаңа осылай бізге көңіл бөліп, уақыттарыңызды бөліп, бізге баға подкасттың басында да айтып жатырмын. Сіздерге көп сый-құрмет көрсетіп жатқандарыңызға сіздер үшін де рахмет. Студияларымыз алдағы уақытта үлкен жетістіктерге жете беретініне тілектеспін. Және де біздің осы сұхбатымыздан бір оқушы болса да, бір жас болса да, бір өзіне керекті бір ақпарат алып, оны өміріне пайдаланып деп ойлаймын. Сіздерге осындай мүмкіндік жасап жатқандарыңызға сіздер үшін де көп рахмет. Оқушылар үшін көптеген құнды ақпараттарды айттыңыз. Соңында тыңдармандарға айтар тілегіңіз болса, біз сізді тыңдауға дайынбыз. Тыңдармандарымызға ең бастысы бізде еліміз аман болсын деп келеді. Жұртымыз әр уақыт тыныш болсын. Және де аспанымызда бейбітшілік болсын. Бейбітшілік болған кезде бізде барлық осындай жан-жақты дамуға, қандай да бір осындай жаңа бастамаларды кедергісіз жүргізуге мүмкіндіктер тұрады. Осындай мысалға тыныш бір-бірімізге сұрақ қойып, жақсы бір подкасттың ұйымдастырып отқанымыздың өзі негізгі тереңірек біліп қарайтын болсақ, бейбітшіліктің арқасы. Себебі кейбір елдерде ол тыныштықтың өзі, алтынның өзі оның қасында бағасыз болып тұр. Бейбітшіліктің арқасында барлық осындай жетістіктерге жетіп жатырмыз деп ойлаймыз. Әркез сол себепті бейбітшілік аман болсын. Жастарымыз тек өркендеп өсе берсін. Және де еліне қызмет ететін адал азамат болып өсуіне тілектеспін. Барша өзіміздің жастарымыз. Рахмет. Құрметті біздің барша көрермендер, сонымен біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Лайк басып, пікір жазуды, бізді қолдауды ұмытпаңыздар. Келесі біздің студия төрімізде кімді көргілеріңіз келеді, соны пікірге жазуды ұмытпаңыздар.